Хана. Мен сені жақсы көремін. Арнайы АБК студиясын дыбысталды. Дыбыстағандар Анку және Эмма. Сен маған ұнайсың. 16-шы бөлім. 2018 жыл 7 шілде. Ол саған ұнайды ма, солай ма? Көп сөйлей бермеші. Ағасына қалай сөйлейді? Не? Ұнамайды ол маған. Шын ба? Ендеше мен оған сөз айтсам қалай? Ақымақ неме? Дохана есімі де әдемі. Өзі де сұлу екен. Дохана. Не болды? Ол саған ұнайды. Ол саған ұнайтынына сенімдімін. Анашым, ол бір қызға ғашық. Жоқ дедім ғой, ол бір қызға ғашық. Қашан басталды деп сұраса. Өте көп уақыт бұрын. Менімен алғаш рет сөйлескеннен бастап. Ей, мынау сенікі ме? Иә. Бұл менікі. Екеуміз таныс емеспіз бе? Жоқ. Намшу, не істеп тұрсың? Доха. Бәрі айтып жүрген Дохана сенбісің? Ей, менің ханаммен олай сөйлеспе. Сәлем. Сен шеу емессің бе? Мен ханамын. Иә. Білемін. Хана. Дохана. Бір, екі, үш. Мен сені ұнатамын. Қане көрсетші. Қараңдаршы, хананың осылай түрі жасай алатынына сен алар емеспін. Қызық болды емес пе? Шеу күлімсіреді. Басқаның атына сөйлегендерің дұрыс болмады. Кешіріңіздер. Ей, неге одан кешірім сұрайсыңдар? Сендер менен кешірім сұрауларың керек. Мен сені шынымен де ұнатамын. Және мен қара шашты хана емес, Доханамын. Тегімді атап сөйлесеңдер жақсы болар еді. Және сезімім күнне күнге өсуде. Тағы да, сен де менің талғамымнан емессің. Математика. Біз ұрыс естіген жоқпыз. Неге сөзді соңына дейін айтпайсың? Маған сөйлеген ұнамайтын. Кейін аламын. Неге? Жай, бірақ сен үшін көп сөйлеуге тырысамын. Өнер колледжіне барғың келе ме? Жоқ. Сондықтан сөйлеуді үйрендім. Доха, ұстаз, Дохана келді. Кірсін деп айт. Сәттілік. Шеу. Сәлем. Сен маған ұнағандықтан ұнататын заттарды тапқым келді. Бірақ осының салдарынан сезімім күшейе түсті. 마지막까지 긴장을 끈을 놓아서는 안 돼요. 자, 여브람 선수. Екі жақты шабуыл деген не? Екі ойыншы бір адамға шабуыл жасауы. Махаббат үш бұрышындай ма? Соған ұқсас. Сенің әр қырың менің қылығым. Мен үшін теңдес жоқ әдемі туынды. Күнде осылай құлпырып жүруден шаршамассың ба?
Бүгінгі күн. Достармен қыдырам деген сияқты едің ғой. Неге жүзің түңеріп кеткен? Бұлай отыра бергенше барып онымен сөйлес. Неге сен тағы менің бөлмемде отырсың? Маған сенің бөлмең ұнайды. Сондай жылы. Бірақ сенің бөлмең үлкен емес пе? Дәл солай. Сенің бөлмең кішкентай, әр жайлы. Сен өте тыныш, әрі өзімшілсің. Неге өзімшіл? Дәл солай. Бәрі сен сияқты үндемейтін жан деп ойлайсың ба? Не дейсің? Бір нәрсе болсын айтуың керек. Сіздің атыңызда жылдаймыз, немесе аноним сияқты топтар. Не үшін пайда болды деп ойлайсың? Көпшіліктің арқасында аноним түрде айтқысы келетінді айтады. Сондықтан да осындай топтар құрылды. Бұл интернет желісінің үлкен жетістіктерінің бірі. Осыға дейін жасырын хаттар немесе аноним қоңыраулар болған еді. Газет журналдарға жазып демекші. Сөзімді аяғына дейін тыңдамады да. Осы сәтке дейін бәрін сенімен байланыстырдым. Саған ғана айтқам. Дәл сол ертегідей. Сенімен кездескенді басқаларға айтпашы. Сен болмаған сол оқиғада. Неге? Тек сен бар едің, мен ұнататын жан. Сондықтан өзім жайлы хикаяны айтқым келеді. Бірақ бұл қолымнан келмеді. Бізбен бірге тамашалағандарыңызға рахмет. Дыбыстағандар Ако және Эмма. Жоқ, баскетбол ойнамаймын. Ендігер хабарласушы болма. Эй! Мынау сенікі ме? Жоқ, Жаңағыны сен құлатып алдың емес пе? жоқ дедім ғой. Дұрыс таптым. Бұл сенікі. Дохана, кеттік. Не істеп тұрсың? Бұл кім? Сенің жігітің бе? Қашаннан бері? Сен жігітім жоқ деген едің ғой. Бейтаныс адам. Мені сатып кетті деп тәтеме енді хабарласайын деп тұрған едім. Сен менің анаммен таныс емес едің ғой. Таныспын. Бұл бір естен кетпес. Біздің алғашқы кездесуіміз еді.